қалайсыздар? Мен осылай көшеге шығып кеткен болатынмын таңертең шығып кеткеннен боршам сағап еще күн дегенің жанып тұр. Сағат 3-тен кете келгенсің ғой үйге. Еще сағат кешкі 6-ға кісі шақырып қойғам. Пысықтығым кейін сондай ұстап қалады да. Жұмысым еще көп. Еще өзім пысықтығым ұстап кісі шақырып қойсың ғой. Ойбай деп үйге келе сап, киімімді ауыстыра сап, балалардың бәрін сыртқа шығарып жібердім де, осылай жанталасып, салатты да жасап, баклажанды да қуырып, мантыны да дайындап, жанталасып жатқан жерім ғой мына менің. Мама, мен сияқты достап жанталасатындарыңыз бар ма? Мен өстеймін, кісі шақырып алған, обязательно бір жұмыс шығып тұрады, сырт жақтан жұмысқа шығып келу керек болып тұрады. Осылайынан жұмысымды бітіріп келіп, жанталасып жатырмын. Мына жерде еще құрғырып пышақта өтпейді. Ой, оны қайрап, одан баклажанымды осылай бір салатымды дайындап, сыпылдатып, екінші салаттарымды дайындап холодильникке салып қойғам. Енді осы баклажаннан кейін қазір жаймамды тарсылдатып, мен баклажан істемекші жаймам тынып тұрсын деп жаймамды тындырып қойғам. Ол жаймам тынып, жаймамды сыпылдатып, жайып, ешкім жоқ қой, менің жанымда ешкім жоқ. Қараңыздаршы, не күйеуім, не қызым, ешкім жоқ. Әншейінде жанталасып жүретін күйеуім жоқ қой, мына жерде таппай қалғансың ғой. Тіпті бір менің өзім досым келетін, солардың достары ғой деп нервым ауырып, мына жерде екі танауым желбіреп, бұрқ-бұрқ етіп жүрген кезім мына жерде. Ужас. Осылайынан дастарханымды жасап үлгеріп, қонақтарымды күтіп алдым.